Ақжолдың сауалы премьер Бектеновке. Кейінгі бір жылда мәдениет саласы наразылықтар шеруіне, ақпарат саласы соттасу алаңына айналды. Тек соңғы 6 айдың ішінде мәдениет қайраткерлері президент пен парламенттен көмек сұрап 6 рет хат жазды. Яғни айына 6 реттен, айына бір хаттан келеді. Кеше екі еңбек ері Асанәлі Әшімов пен Дулат Исабеков бастаған, халық артистері мен халық жазушылары қостаған мәдениет қайраткерлері кино саласындағы ауыр ахуалға алаңдап, президенттен жағдайды бақылауға алуды сұрап, тағы да ашық хат жазды. Онда не дейді? Кино өндірісіне жауапты орындарда бұл салаға қатысы жоқ бөгде адамдар отыр. Жемқорлық жайлаған киноға бөлінген миллиардтаған теңге талан-таражға салынуда. Бұл саладағы деградацияны тоқтатпаса жағдай қиындайтын түрі бар. Мәдениет министрлігі қазақ киносындағы жағдайды реттемек түгілі басын алып қашып отыр. Мәдениет саласына мәдениетті білетін басшы керек дейді өнертарландары. Ашынған ашық хаттар президентке талай жазылса да, үкімет үндемей отыра беруді үйренген шығар. Ал халық өкілі ретінде халық үнін парламентте көтеру біздің негізгі міндетіміз. Мәдениет министрлігі өздерінің қателіктерінен шыққан дауды тез шешудің орнына президентке талай үндеу жасалып жатса да, киногерлердің үндеуіне 10 күннен асса да, министр түгілі министрліктің бір өкілі де әлі олармен кездескен жоқ. Бұл мәдениетті қолдауға баса назар аударып отқан президент Тоқаевтың әділетті Қазақстан саясатына қарсы жасалып отқан саботаж емес пе? Хатта жазылғандай қазақ фильмде де ұлттық кино орталығында да бірде-бір кино маманы жоқ. Бұл ауруханада бірде-бір дипломды дәрігер жоқ дегенмен бірдей сұмдық жағдай. Сонда біз ұлттық киномыздың тағдырын кімдердің қолына тапсырып отырмыз? Мәдениет саласына мәдениеттен хабары жоқ кім көрінгенді басшы қылатындай, ол сала эксперимент органы ма? Мәдениет министрлігі бүкіл еліміздің ұлттық идеологиясы, әдебиеті мен мәдениеті өнерінің жетекші ордасы емес пе? Бірақ мәдениет үйін басқара алмайтындар мәдениет саласын басқарғасын, қайдағы ұлттық идеология, қайдағы жұмыс? Кез келген саланы құртудың ең оңай жолы ол жерге, ол салаға еш қатысы жоқ адамды бастық қылу. Мамандар киноға үш қайнаса қосылмайтын, бірде-бір күн кинода істемеген, қазақ тілін қақпайтын, қазақ фильм көрмеген адамды қазақ фильмге басшы қылғандағы министрдің мақсаты осылай елді шулату, жұмысты тұралату ма? Жалпы мәдениет саласында қазір мамандығы мәдениетке жақындамайтын, мәдениеттің не екенін білмейтін басшылар толып жүр. Мәдениет және ақпарат министрінің өзінің мамандығы да мәдениет пен ақпарат саласына ешқандай қатысы жоқ. Сондықтан да мәдениет министрінің үстінен президентке арыз қарша борауда. Тәуелсіздік дәуірінде де, жалпы кеңестік кезеңде де, жалпы ел тарихында дәл қазіргідей мәдениеттен хабарсыз мәдениет министрі болған емес. Ақпарат құралдарының ақпарат министрін сотқа беруде ел тарихында тұңғыш рет. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде үкімет басшысы мойындасын ашқан қазақ фильмді министрлік бейбіт кезде өз қолдарымен құрту үстінде. Мәдениетті қорғап қалу үшін соғысып жатырмыз деген екен данышпан Черчилль соғыс кезінде. Ал қазір қазақ мәдениет қайраткерлері бейбіт кезеңде мәдениетті қорғап қалу үшін айқасып жатыр. Кімнен қорғау үшін? Ашық хаттардың ашық жазуынша мәдениетімізді, мәдениетті білмейтін мәдениет басшыларынан қорғап жатыр. Ендеше ең бастысы еститін мемлекет, мәдениет қайраткерлері айтқандай, мәдениетімізді мәдениеттен хабарсыз мәдениет министрінен құтқару керек. Сонда ғана әділетті Қазақстанда өмір сүріп жатқанымызға ел сене бастайды. Үкімет бұл мәселеге шұғыл араласып, жағдайды тұрақтандыруы тиіс. Құрметпен Ақжол фракциясы мүшелері және бір топ депутаттар. Рахмет.